Шықсай. Ағам сізбен сөйлесем деп жатыр. Қандай ағаң? Сөйлесе салыңызшы. Тағы ұрсатын болдық қой. Өзі де шықты. Давай. Үйге кірсей. Мен осы жерде тұра берем. Неге сонша ұрып жібергенсің қарындасымды? Мен жайдан жай ұрмайсың ғой. Есіңде ма, қалай алып кеткенін қарындасым осы үйден? Өлем, күйем, сүйем деп алып кеттің ғой. Аманатқа қиянат жасамайым деп алып кеттің ғой. Аманатың осы ма сенің? Енді сөз қайтарады. Тілі шыққан соңғы кездер. Үйленгендерге қанша жыл болды? 5 жылдай болып қалды. Үйленген кезде алғашқы жылдар мүлде ұрыспадыңдар, білесіңдер ма? Өйткені ол біздің үйдің тәрбиесімен жүрді сенің үйіңде. Одан кейін оны сен тәрбиеледің. Саған сөз қайтарса, ол сенің кінәң. Демек өзің бірдеңе дұрыс жасамағансың. Телефоныңды берші. Берсей. Ей, не істеп жатсың? Сен телефонға шарпыр болып жатсың да, ал сен мен қарындасымды ұрып тастағасын білесің ба? Мен мына жүрегім не отқан білесің ба? Күйеу бала, мен оған да түсіндіріп айттым жаңа. Күйеуіңе сөз қайтарма деп. Ұрыс жанжал болған кезде, біреуің суық болған кезде, біреуің жылу болсаңдаршы. Мен сол өз қатемді түсініп алып кетуге келгем ғой. Алып кіре алмай тұрғаным да сол. Жарайды, үйге кірсей, шай ішіп кейін алып кетесің. Жүр.